Бұл қоғамда бейбіт өмір тоқтады. Ашпа десем, кекіріп жүр тоқ бәрі. Кісі өлтірген аз боп қалды, ал енді қанбай қалған қаныш жерлер қаптады. Нәпсісі би, сауаты жоқ, білім жоқ. Бір кәсіпті игермеген, ілім жоқ. Алға қойған мақсаты жоқ, сосын да қос бұтының ортасына тыным жоқ. Болып келген ынтымақтың бесігі, құл сарының кірлеттің ғой есімін. Қыз ғана емес, өзіңді де сорлатып, айқара аштың қар өмірдің есігін. Кім бұны дейтін? Ана баласы соғыла ма? Енді қалешеден құтты деп бұрғаннан кемес болды. Кім ол дейді? Ой, жүрек кішкентай. Өтті ма, өткен жоқ бұл. Сені де бір ана тудау бала деп, жақсы көрді өзгелерден дара деп. Жатырда жетілмеген сәбиден қандай ләззат көрдің екен, қара бет. Көртішқандай қаптадыңдар қоғамда, көбейдіңдер даламда да қаламда. Әй үкімет, үкіметші өлімді, жүрмесінші бұлар менің даламда. Не айтамын, айтуға да батпаймын. Бұл қоғамның қай қылығын мақтаймын. Алтау туып өсірумен әлекпіз. Өсірген соң қайда апарып сақтаймын. Жазғырмаушем, тіпті мені сөйлеттің. Көңілімді астаң кестең, күйреттің. Ел қорғайтын ертеңімнің түрі, аңдығаны етегі тек көйлектің. Құлсары қаласында қайғылы оқиға орын алды. Бала қаза тапты. Бала жоғалған туралы хабар түскен бойда барлық күштерді жұмылдырылды. Өкінішке қарай, көп ұзамай жасөспірім баланың мәйіті табылды. Баланы өлтірді деген күдікпен күдікті жедел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі ол сот санкциясымен қамауға алынды. Марқұмның туыстарына шын жүректен көңіл айтамыз. Мұндай қылмыстарға ешқандай аяқтау жоқ. Кінәлі ең қатаң жазасын алады. Тергеу барысы жеке бақылауында болады. Етегі ашық қатын көп қой, азғынау. Бүлдіршінде не ақың бар, құзғынау. Бала зорлап, бала өлтіріп, күн сайын қоғамымай, дымың қалмай тоздың ау.
тамағы тоқ, жұмысы жоқ қоғам ғой. Боқ көтерген боқтың қабы адам ғой. Абай айтқан көп наданмен тең болдық, діннен бездік. Бұның бәрі содан ғой.